Адамды өмір сүруге жетелейтін ғалымдардың 16 нақыл сөздерімен бөліспекпін, сондықтан да видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бірінші, адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Джек Лондон. Екінші, ешқашан уақыт жоқ деп айтпау керек, өйткені Леонардо да Винчи, Томас Джефферсон, Пастера, Хелен Келлер, Альберт Эйнштейндер де қанша уақыт болса, біздерге де бірдей уақыт берілген. Джексон Браун. Үшінші, біз қол жетпесті қуып жүріп, мүмкін емес нәрсені жасап шығарамыз. Роберт Ардри. Төртінші, егер кімде-кім эрудициясы мен білімділігін басқалардан артық көріп, мұрнын шүйірсе, ойлау дәрежесінің төменгі деңгейде болғаны. Эрнест Хемингуэй. Бесінші, менің ең сенімді 6 қызметкерім бар. Олардың алдарында міндетім зор. Олардың аттары кім, неге, қашан, не, қайда және қалай. Редерд Киплинг. Алтыншы, сіздің өміріңіздің ең жақсы жылы өз мәселелеріңіздің тек өзіңізге ғана тиесілі екенін мойындау. Сіз оған бола анаңызды, экологияны немесе президентті кінәламаңыз. Өз тағдырыңызды өзіңіз басқарып отырғаныңызды түсіне біліңіз. Альберт Эллис. Жетінші, ақылсыздыққа ерік беру жеке тұлға ретінде қалыптасудың кепілі. Марк Твен. Сегізінші, адамның көзін құрту үшін көп нәрсе керек емес, оның айналысып жүрген ісін көзге ілмей қойсаң болғаны. Достоевский. Тоғызыншы, қателікті көзге шұқығанша түзеуге тырысайық. Бернард Шоу. Оныншы, ой барлығының да бастамасы. Ой арқылы бәрін басқаруға болады, сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Толстой. 11-ші, мүмкін сен бұл әлемде бар болғаны жай адам шығарсың, бірақ біреулер үшін сен бар әлемге саналасың. Габриэль Гарсия Маркес. 12-ші, өмір бұл сенің не істеп жүргенің және қандай жоспар құрғаның. Джон Леннон. 13-ші, өмірдің мақсаты кемелділікке ұмтылу, бәріміздің тапсырмамыз соны барынша өз дәрежесінде көрсетуге тырысу. Ричард Дэвид Бах. 14-ші, ұлы ойлар идеяларды талқыға салады, орта дәрежедегі ойлар жаңалықтарды талқыға салады, ал ең төменгі дәрежедегі ойлар адамдарды талқыға салады. Элеонор Рузвельт. 15-ші, өміріңді жақсартудың тек 2 тәсілі бар. Бірінші тәсілі өзінен өзі ешқандай да керемет болмайды деп өмір сүру. Екінші тәсіл бар әлем тек таңғажайыптан тұрады деп өмір сүру. Альберт Эйнштейн. 16-шы, егер сен бір нәрсе ойлап таба алсаң, демек оны жасап шығара аласың деген сөз. Уолт Дисней. Ақпарат massagет.kz сайтынан алынды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі видеода жүзгенше аман сау болыңыздар.